Hoş geldingizler. Koçingimizning taqribi formativda бағалау o'quvchi damuning kirdi. Алдымен to'pqa bo'lib olsak, o'qitish qonunimizni tartibga o'tirib, mana kiyizning orqali to'pqa bo'lim deb tur. Formativda бағалау дегенimiz не? Formativda бағалау дегенimiz оқу үдерісін түзетуге бағытталған үздіксіз кері байланыс. Мұғалім мен оқушы арасындағы диалог арқылы білім сапасын арттыруға көмектеседі. Қалыптастырушы бағалаудың негізгі мақсаты оқушының оқу жолын жетілдіру және өз қатысуын түсінуге ынталандыру. Оқушы жетістігін үздіксіз бақылап, қолдау көрсетудің тиімді құралы болып табылатын формативті бағалау жайлы ой бөлісеміз. Күнделікті сабағымызда оқушылардың тек бағасын, формативті бағалау тек бағалау ғана емес, бұл оқушы мен мұғалім арасындағы кері байланысты нығайтатын көпір, сенім мен қолдауға негізделген үдеріс. Бүгінгі коучинг барысында сіздермен формативті бағалаудың негізгі түрлері мен әдіс-тәсілдері туралы ой бөлісіп, оны сабақта тиімді қолданудың жолдарын бірге қарастырамыз. Қазір коучингіміздің барысында бізде 3 тапсырма болады. Бірінші жеке жұмыс. Яғни мына жерде біз қазір суреттің астында жасырылған мақал-мәтелдер және адам аттарын табамыз. Оған әр тапқан сұраққа сіздерге бір ұпай беріледі. Жыл бойынша мынандай 6 тапсырма дайындап келдім. Логикаға байланысты, суреттер сөйлейді деп аталады. Үшінші тапсырма бұл бізде топтық жұмыс. Бұл жерде мынандай планды әдіс арқылы есептерді шешіп, мына қазылық құрастырып шығасыздар. Сонымен бізде 10 баллық жүйе бойынша бағаланады. Қазір бізде бағалау парағы бар. Өздеріңіз білесіздер, бізде 25 қазан республика күні ғой. Соған орай осылай сіздерге бағалау парағын шығарып келдім. Мен алтын шығарған. Осы бойынша тапсырмаларда өздеріңізді бағалап отырасыздар. Birinchisi nima? Sahnami? Yo'q. Қазір екі адамға бір тапсырмадан берейін, мына суреттер сөйлейді. Қазір түсіндірем сіздерге. Бұл тапсырма бізде 4 балмен бағаланады. Екі адамға бір тапсырма. Екі топта жоқ, үшке жүріп 8-5 келуші болады. Мына жерде 8, 16, 30-дан 6-дан 14 болады. Ұл баласында 14 болады. 14-ке қосамыз. Мына жерде 5 деп алдық. 5 пен 5 көбейтіледі 25 болады. Оған 14-ті қосамыз 39 болады. Мына жерде 8-ге біз қосамыз. Мынаны біз 3 деп алдық. Бірінші көбейту орындалады. 3 көбейту 3, 9 болады. Оған 8-ді қосамыз 17 болады. Ал енді мына жерде үшеуі бірге берілген екен, біз бұны алдық 5 қосылған 4 қосылған 14 дедік мыналарды. 3 топ берілді, бір тобымыз көптен саналғанда 3 тобымыз 12 болады, оны көбейтеміз, 3-ке көбейтеміз. Бірінші көбейтуді орындап аламыз, сонда 12 көбейту 3 36 болады, оған қосамыз 23-ті 59 шығады. Беске 23 күні? Көбейте шаға. 92, 115. Ракетаны қосасыз 26-нан 140. Жарайсыз. 24. Қағазда оқи берсін.
24, 48, 24, ал мына кітап 6-6-дан 36, қосқан кезде 60 болады. Ал циркульді 3-тен деп алдық. Мына жерде 2 бол, 6, сонда 5 шығады. Ал мына жерде кітап 3 кітап тұрса, мына жерде бір кітап жоқ, 4 деп алдық. Сонда соңында 38, мына жерде циркуль болғандықтан 20 болды, ал мына жерде 6, мынау 1, 4, ең соңында 37. Bir karandaş qancha bo'lsa da? Birev Olti karandaş 18 bo'ladi, sonda bir karandash 3 bo'ladi. Bir karandash 3 bo'ladi. Ana yerda bir karandash 3 bo'ladi, 12 bo'ladi, 12 bo'ladi. To'rtimiz 12 bo'ladi. 3'e bölsek 3 sabakat 4 sabakat sonra 4'ten berdi. Осы есептердің шешімдерін қою арқылы мына жерде бізде сурет шығады қазір. Сурет шығу керек. Ал іске сәт 10 минут уақыт береміз. Sizге қызықты болды ма? Сабақтың қай бөлігі қызықты болды? Осы бойынша өз ойларыңызды жазып берсеңіздер. Оқушының жан-жақты болу келісіміне ұмтылыстағы партнері. Әлемдік деңгей бойынша Қазақстанның білім жүйесін халықаралық стандартқа жеткізер факті ретінде. Бүгінгі коучингқа қатысқандарыңызға үлкен рахмет айтамын. Алтындай уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге көп рахмет. Жұмыстарыңызға шығармашылық табыс тілеймін. Осы бүгінгі сабақта қолданған формативті бағалауды өз сабақтарыңызда қолданып, оқушылардың сабаққа деген ынтасын арттырып, ынталандыра түсесіздер деген үмітте болдым. Рахмет барлықтарыңызға.